Сәлем достар, сіздермен Фариза. Бүгін ашытқысыз 20 минутта пирожки дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған қатығымызды құямыз, үстіне қаймақ саламыз, жұмыртқамыздың сары уызын пайдаланамыз және қант, тұз, үлкен ас қасықпен сұйық май құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Содан кейін үстіне ұн саламыз. Ұнның барлығын салмаймыз, аз-аздан сала отырып араластырамыз. Енді осының үстіне бір шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап жұмсақ қылып, ұнымызды сала отырып, қамыр елейміз. Артық су құймаймыз, осы қатықтың өзіне елейміз, жұмсақ болып шығады, қолға жабысқақ болып келеді. Осылай барлығын бастырып, басын біріктіріп аламыз қамырдың. Үстіне кішкене сұйық май құйып, қамырды қайта бастырып, 20 минутқа қалдырамыз. Бетін жауып. Енді салатын салмамызды дайындаймыз. Картопты алдын ала пісіріп алдық. Жақсылап осылай езіп аламыз. Үстіне қуырылған жуамызды, яғни пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Жақсылап барлығын араластырып, езіп, дайындап қоямыз. Менің YouTube каналымда бұдан да басқа да рецептер бар. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Пешке пісетін пирожки де бар. Қамырымыз 20 минут тұрды, әдемі болып тұр. Осылай екіге бөліп, 10 дана шығарып аламыз. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін бөлек шетке алып қоямыз. Дайын болған қамырымызды домалақ пішінге келтіріп, қамырды жаямыз. Қолмен жайсаңыздар да болады, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Ұн себе отырып жаясыздар. Қамыр бізде өте жұмсақ. Жайып болғаннан кейін салмамызды салып, осылай түйіп аламыз. Осылай барлығын жауып болғаннан кейін кішкене ұн сеуіп, оқтаумен үстінен жеңіл ғана басамыз. Қатты баспаңыздар. Осылай екі шетінен басып аласыздар. Қамырдың барлығын дәл солай жасап аламыз. Салмамызды салып, түйіп, үстінен жеңіл оқтаумен басамыз. Осылай бір шетке қойып аламыз. Алдын ала майымызды қыздырып, шетінен осылай салып пісіреміз. Бір жағы қызарған кезде екінші жағын аударамыз. Тез піседі. Барлығын осылай алдын ала дайындап қойып, пісіріп аласыздар. Өте әдемі болып шығады. Тез піседі. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес етемін. Рецепт өте керемет, дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Және де асыққан кезде қамыр ашытып жатпайсыз. Дәл осылай жасап, отбасыңызды қуантып қойыңыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау шаны басып қойды ұмытпаңыз. Менің жаңадан шығып жатқан видеоларымды жіберіп алмас үшін өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Фариза. Ас болсын.